Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Міне біздер Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы ауылындамыз. Алла нәсіп етсе қазір бірер сәттен Қазақстандық қолтумалар бәйгесі Алтынтай Құнан 2022 бәйгесі басталады. Алла нәсіп етсе бас жүлде автокөлік, екеуіне де автокөлік. 8 облыстан келіп тұр тұлпарларымыз. Алла нәсіп етсе әр облыстан іріктелген тұлпарлар. Алла нәсіп етсе бір мықты бір дода болайын тұр. Ал ат қосқалы жатқан азаматтар, аттарыңыз бәйгілі, өздеріңіз әйгілі болың. Ат сүрінбесін, баламан болсын деп. Ал аттарың бәйгілі болсын. Ал құрметті төрешілер, тайларды халықтың алдынан өткізулеріңізді сұраймыз. Құрметті ағайындар, күтіп отырсыздар ма? Бір қошемет соғып қойыңыздар. Бір оянып, айғайлап, Атыраудың халқының бір қошеметін бүкіл 8 облыстан келіп жатқан жүйріктер қазір бақ сынайды. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, жүйрікте де жүйрік бар, қазанаты бір бөлек дейді. Ендеше нағыз қазанаттың қазанаты, азаматтың азаматы анықталады. Атырау облысы Миялы ауылы жасай берсін, тұлпарлар тұяғынан сүрінбесін. Бағы жанған нағыз сәйгүлік топ жарысын ағайын. Алдарыңызда тұрған қос көліктің біреуін солау Алматыдан келген Ақжүрек Атымтай жомарт азаматтар әкеп отыр. Екінші көлікті осы Атырау облысының Ақжол партиясының азаматтары қойып отыр. Сондықтан құрметті ағайындар, бүгінгі бәйге сәтті, әділ өтсін, бала құламасын, тұлпарлар сүрінбесін ағайын. Тойға ұлассын. Мінекей құрметті ағайындар, алдарыңызда шеру келе жатыр құрметті ағайындар. Бүгінгі Атырау облыстық ат спорт федерациясының ұйымдастыруымен өтіп отырған үлкен бүгінгі додалы жиынымызда бастап келе жатқан топ құрметті ағайындар, Ақтөбе облысы келе жатыр алдарыңызда. Бас төреші Тайжанов Аян бүгінгі байқаудың. Қошеметтеп қойыңыздар құрметті ағайындар, алдарыңызда Ақтөбе облысы топ бастап келе жатыр. Алдыда бүгінгі жарыстың бас төрешісі туыстап келе жатқан Тайжанов Аян ұлдарыңыз. Ақтөбені бастап келе жатқан Нұрлыбек Атбекке қошемет. Және екінші номерде келе жатқан Маңғыстау облысы. Маңғыстау облысына қошеметтеп қойыңыздар құрметті ағайындар. Және үшінші келе жатқан сонау алыстан атардық келген Қызылорда облысы. Талай сәйгүліктері топ жарған сыр өңірі, жыр өңірі. Төртінші бастап келе жатқан топ қос бірдей облыстың намысын қорғап келе жатқан Абай облысы жаңадан құрылған Шығыс Қазақстан облысы. Мінекей төртінші топты бастап келе жатыр. Және бесінші топты бастап келе жатқан Батыс Қазақстан облысы ағайын. Қошеметтеп қойыңыздар. Батыс Қазақстан облысының жангерлер қайдасыздар. Және алтыншы топты бастап келе жатқан талай сәйгүліктері республиканың әр өңіріне топ жарып жүрген киелі Жамбыл облысы. Жамбыл облысының жангерлер қайдасыздар. Қошеметтеп қойыңыздар. Және жетінші келе жатқан топ Алматы облысы. Алматы облысы қошеметтеп қойыңыздар құрметті ағайындар. Сегізінші келе жатқан Атырау облысы. Жангерлер қайдасыздар. Қызылорда облысы мінекей дәр алдарыңызда. Қызылорда облысының бәйге федерациясы мінекей. Алдарыңызда тікпелес қошеметтеп қойыңыздар. Және мінекей Абай облысы, Шығыс Қазақстан облысының туын көтеріп келе жатқан белгілі атбегі Бауыржан ұлдарыңыз. Мінекей құрметті ағайындар, Алматы облысының туын ұстап келе жатқан қазаққа белгілі осы жарыстың тәртібін қадағалап жүретін, аттың десе ішкен асын жерге қоятын бекшілдарыңызда осы Атыраудың төрінде ағайын. Алматы облысы. Мінекей құрметті ағайындар, 8 облыс алдарыңызда бүгінгі жарыстың бас төрешісі Тайжанов Аян ұлдарыңызды ортаға шақырамыз.
Салтанатты шеру, төрешілер, шабандоздар, сап түзейміз. Құрметті Атырау облысының Бәйге Федерациясының президенті Қайырбек Бақытжанұлы, бүгінгі қолтума Қазақстан бойынша 2022 жылғы Алтынтай Құнан жарысына әр облыстан келген шабандоздар, төрешілер сақадай сай дайын, рұқсатыңызды беріңіз. Рапорт беруші бас төреші Аян Тайжанов. Ассалаумағалейкум, алашымның атбегілері, құрметті қонақтар, құрметті атшер қауым, баршаңызды да қош көрдік. Мынау бүгінгі салтанатты түрде ашылғалы отырған Қазақстан қолтума тай құнандарының жарысының ашылу салтанаты ашық деп жариялаймыз. Баршаларыңызға да әр күндеріңіз осындай қуанышты болсын. Қазағымның тұлпары, қазағымыздың қолтума аттары өсіп өркендеп, ұлтымыздың, мемлекетіміздің брендін айналсын. Қазақ елі жасасын, той қаласын. Рахмет, құрметті Атырау облысы ат федерациясының алдарыңызда сөз сөйлеген президенті Қайырбек Баймұратов. Құрметті көрермендер, құрметті қатысушылар, 8 облыс қатысып, Атырау облысы Миял ауылында тұңғыш рет қазақтың қолтумасын дәріптеу мақсатында тұңғыш рет өткізіліп отырған турнир осымен ашық. Құрметті бас төреші команданың барлығын әзірлемес бұрын тағы да құрметті шабандоздардың құламай, тұлпарлардың сүрінбей, қазақ кез келген істі бастағанда әуп бісміллә ақ батамен бастаған. Ендеше келесі кезек Миялы ауданның ақсақалына бата. Қайырлы күн, құрметті көрермендер және қонақтар. Атырау облыстық Бәйге Федерациясы мүшелерінің ұйымдастыруымен, Қызылқоға ауданы әкімінің қолдауымен, Қазақ Golden State жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бастауымен тіркелген қолтума тайларының тұсаукесеріне арналған Қазақстанның қолтума алтын тайы 2022 және Қазақстанның қолтума алтын құнаны 2022 атты бәйге жарысына қош келдіңіздер. Қазақ халқының ұлттық спорт түрлерінен бірден бір көп тарағаны бәйге. Спорттың бұл түрінің өзгеше бір ерекшелігі жазық жерлерде ғана өтіп қоймайды, спортшының өзімен оның атына жоғарғы талап қойылатын ойлы қырлы жерлерде өткізіледі. Бәйге спорттың классикалық түрлерін кеңінен таратуға өзінің пайдасын тигізетіні сөзсіз. Бүгінгі ат бәйгесінің мақсаты Қазақстан Республикасының 2017 жылғы мәңгілік ел ұлттық идеясын және болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру, мемлекетіміздің ұлы даланың жеті қыры атты мақаласындағы атқа міну мәдениетін насихаттау, ұлттық спорт түрлерін насихаттау мен дамыту, облыс аумағында бәйге өткізіп, қоғамға ұлттық спорт түрлеріне деген қызығушылықты арттыру, жастарды отан сүйгіштікке, ұлттық рухта тәрбиелеу, халық арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру, Қазақстанда туылған қолтума аттарын дамыту, насихаттау, отандық өнімді дәріптеу, Қазақстан бойынша қолтума, алтынтай, құнан үздіктерін анықтау. Мерекелік құттықтау үшін сөз аудан әкімінің орынбасары Әбу Марат Әлменұлына беріледі. Ассаламалейкум, қадірменді халайық, киелі де қасиетті Қызылқоға өңірінен келген барша қонақтар. Қош келдіңіздер. Бүгінгі республикалық дәрежеде өтіп жатқан Алтынтай 2022, Құнан 2022 бәйгесінің өз мәресін бастап, барша қонақтарымызды осы шеруменен таныстырып, барша қонақтарымызды бәйгенің мақсатыменен, міндетімен таныстырған болатын. Ендігі халайық, біздің міндетіміз
осы басталған жақсы игі шараны қолдау, қоштау, қол соғып қошеметтеп, жеңіске жеткен тұлпарларымыздың иелерін қошеметтеу, жеңіске жете алмаған, әрине келесіде сәттілік тілеп, одан ары қарай қошемет білдіріп қолдау біздің міндетіміз болып табылады. Ат спорты қашанда қазақты дәріптеп, ұлттық салт дәстүрге тәрбиелейтін бірден бір құралдың бірі. Сол себептен осы отандық өнімді брендке айналдыру, оны жас ұрпаққа ұлағаттау, одан ары спортты дамыту, салауатты өмірді салтын қалыптастыруға елеулі үлес қосатын осындай шаралардың алдағы уақыттарда аудан әкімдігі тарапынан қолдау білдіріліп, осындай үлкен дәрежеде өтуіне үлес қосатынымызға сенім білдіреміз. Барша қалайық келген қонақтарымызды, барша атшабарларды осы үлкен-үлкен мінбелерден үнемі көрінуіне, аттарының үнемі жақсы деңгейге жетуіне, тек қана Қазақстан ішінде емес, барлық әлемде биік көріністерден орын табуына, Қазақстанның туын желбіретуге және біздің Қазақстанда туылған қолтума аттардың барша әлемге паш етуіне шын ниеттен тілектеспіз. Құрма құтты болсын. Келесі құттықтау үшін сөз Атырау облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының өкілі Нетжанов Ернұр Есенбекұлына беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті Қызылқоға ауданының тұрғындары, қонақтары, ұлттық спорт жанашырлары, қолтума 2022 Алтынтай Құнан 22 дүбірлі додаға қош келдіңіздер. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Сөз Қолтума компаниясының кеңес төрағасы, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген жаттықтырушы, парасат құрмет ордендерінің иегері Әмірғалиев Орынтай Қырғызбайұлына беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік, атбегі ағайындар. Мынау бүгінгі республикалық Алтынтай турнирі құтты болсын. Мына мен өзім осы елге сонау Алтай ақсақал бастаған ақсақалдардан бастап, мынау Қайырбек ініме бұның азаматтығына жанында жүрген бауырларының, мекендестерінің еңбегіне көптен көп рахмет айтқым келеді. Мынау елдің атынан, жігіттердің атынан. Бүгін біз өзіміздің өндірісіміздің еңбегін көрейін деп отырмыз. Осы қолтума жылқыларынан қазақтың арғымақтарын танытып, қазақтың көк туын көтеріп, сол көк тудың астында бүкіл қазақ болып бірігіп, ат үстінде әрқашанда бізді Алла тағала тойға мінуге жазсын атты. Тыныш заман болсын, ел жұрт аман болсын. Осындай жақсы тойларда кезігейік, құтты болсын. Бүгінгі бәйге жарысына қатынасушыларға бата беру үшін сахна төріне Қызылқоға ауданының құрметті азаматы Тұрдағалиев Жауғаш ағамыз шақырылады. Бисмиллахиррахманиррахим. Я Алла, уа қалайық. Жылқы қазақтың жаны болған, жылқы қазақтың қанаты болған. Бүгінгі күні қазақтың қолтума жылқысын өсіріп көбейтіп, ортамызға әкеліп бәйге ұйымдастырып жатырған азаматтарымызды Алла қолдап бағын ашсын. Я Алла, еліміздің әр облысынан келіп, тұлпарларын дайындап әкеліп тұрған атбегілер мен шабандоздарымызды жылқының пірі Қамбар атаның рухы қолдасын. Аллаху акбар, әумин. Бәйге ұлттық спортының ішіндегі маңыздысы. Бұл спорт түрі ауданымызда алғаш рет өткізгелі отыр.
бүгінгі ат бәйгесінің ұлттық құндылықтарын Ары қарай жүріңіздер шабандоздар. Салауатты өмір салтын қалыптастыруда алар орны зор. Ұлттық ат бәйгесін дамытуда ат бәйгелердің еңбегіне табыс, бүгінгі додада түсетін шабандоздарға сәттілік тілейміз. Бәйге, құнан бәйге, ат бәйге, біреулерге бедел бәйге, бақ бәйге. Қызба халық жата алмайды үйінде, қызық үшін құбажанға қаптайдел. Бәйге, құнан бәйге, ат бәйге, шаршы топта бедел бәйге, бақ бәйге. Ұлы дүбір ат жарысын жаңғыртып, жүрегінде өмір бойы сақтайдел. Намысы бар жігіт болсаң, шаппай көр. Туған өлкем Қызылқоға, сахнада Зәуре Жұмағалиева. Так, кетті. Әкел. 11.04 кісін қарады. Алеке! Ya былай жылжып кетеді кішкенеше жоқ. Ол чимин табалар. Былай жылжып кетеді кеңірек. Жоқ, бол тексерілді ма? Не қажет? Не қарай? Жауын алдырсын. Берет. Маңғыстауға қарай шыға, былай қарай Маңғыстауды бітіп. Маңғыстауда Біртай бар енді. Маңғыстау қайсы тағы Біртай? Маңғыстау бітірсінде Маңғыстауды. Маңғыстауға да Алеке қайда қалған? Заман. Енді құрметті ағайындар, тайлардың тісі тексерілді, шеру өтті. Енді құрметті ағайындар, бүгінгі тай бәйгесін бастауға рұқсат етіңіздер ағайындар. Бүгінгі тайлар алдыларыңызда келе жатқан тайлардың бірі сонау Алматы облысында іріктеуінде 2-ші орын алған тай. Алдарыңызда аттың иесі Нұрбаев Ғалымжан, бапкердің аты жөні Ғалымжан, шабандозы Сағымбек Айсұлтан, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Дегерес ауылы. Қошеметтеп қойыңыздар, Алматы облысында 2 келген тай. Келесі тай 20-шы номерде Ақбұлақ есімді тай. Аттың иесі Елдосұлы Батырхан, бапкері Қазыбеков Серек. Талай топтарды жарған сәйгүлік Жамбыл облысы, Құлан ауылында 1-ші орын келген, Райымбек ауданында 5-ші орын, Алматы облысында 4-ші орын алған тұлпар. Келесі 19-ші номердегі тай Тәшенғали Ақылбектің тайы, бапкері Мейіржан, шабандозы Серікұлы Айсұлтан, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Сағыз ауылы. Қайдастар, қошеметтеп қойыңыздар. Және Мұқыр ауылында өткен қолтума тайлар арасында Қазақстан кубогының 1-ші егер атанған тай. Келесі 18-ші номердегі тай Әбу Алтынбектің тайы. Бапкері Әбу Алтынбек, шабандозы Ертай Нұрасхан, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қарабау ауылының тайы ағайын. Қошеметтеп қойыңыздар. Және Маңғыстау облысы Боранқұл ауылында, Тайсойған ауылында 1-ші орын келген талай топты жарған сәйгүлік. Келесі 23-те келе жатқан тай Күшелеков Тимурдың тайы. Бапкері Аметов Әділет, шабандозы Нұрланұлы Ернар, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Сағыз ауылы, Ақтөбе Байғанин ауданында, Ибентин ауылында 1-ші орын келген.
Алтын Қарасу ауылында 4-ші орын, Мұқырда Алтынтай іріктеуінде 3-ші орын иегері атанған тай. Қошеметтеп қойыңыздар, құрметті ағайындар. Келесі Хан торы 16-ші номердегі тай, ат иесі Дүйсенбек Ерік, бапкері Иманғали Асқар, шабандозы Дүйсекөн Расул, Атырау қаласы. Индер ауданында 3-ші орын, Тайпақта 4-ші орын, Мұқырда 4-ші орын келген Сәйгүлік. Келесі 27-ші номердегі Төлепов Ринат бапкері және ат иесі Төлеп Ринат, шабандозы Бақалай, сонау Атырау облысы. 25-ші 30-ші номердегі тай Бейсеев Ерлан, Смағұл Жарас, бапкері Ақмолда Сұлтан, Жамбыл облысы, Қордай ауылы. Беріктас ауылында 1-ші орын келген Сәйгүлік. Қошеметтеп қойыңыздар. Алдарыңызда 7-ші номердегі тай келе жатыр. Еркетай Арыстанбеков Болат ат иесі. Бапкері Арыстанбеков Болат, шабандозы Рахатов Ирасыл. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қаласы. Құттықтап қошеметтеп қойыңыздар. Қызылорда облысына 1-ші орын Сыр алтын тайында 4-ші орын еленген Сәйгүлік, құрметті ағайындар. Қошеметтеп қойыңыздар. Екінші номердегі тай Самал, ат иесі Абдыразақов Асылбек, Айдаралы Нұрболат бапкері Айдаралы Бағжан, шабандозы Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы. Сыр алтын тайында 3-ші орын, Құмжота ауылында өткен бәйгеде 3-ші орын иеменденген Сәйгүлік. Келесі 9-ші номердегі Сәйгүлікті таныстыруға Сырлыбай Қайсардың тайы, бапкері Сырлыбай Қайсар, шабандозы Мақсат, Ақтөбе қаласы. Бесқопа ауылында 2-ші орын, Талдысай ауылында 1-ші орын, Ақтөбе қаласында 2-ші орын, Миял ауданында 1-ші келген Сәйгүлік, құрметті ағайындар. Алдарыңызда жүлдегер кетіп барады. Қошеметтеп қойыңыздар. 5-ші тай Көкдауыл. Мынау алдарыңызда көк қасқа тай Көкдауыл деген тай. Исенов Дәурен иесі. Мұрат Бекзат бапкері. Қосыбай Нұрасыл, қолын көтеріп қойш қарекей. Ақтөбе қаласы, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Бесқоп ауылында 4-ші орын, Мағалжан ауылында 2-ші орын, Қызылту ауылында 1-ші орын келген Сәйгүлік. Келесі 4-ші номердегі міне алдарыңызда өтіп келе жатқан тай Сұңқар. Жантереков Мәлік, ат иесі және бапкері. Шабандозы Серікбай Шынтас, Ақтөбе қаласы. Дөң ауылында 2-ші орын. Және Бөгестай ауылында 1-ші орын келген Сәйгүлік. 13-ші Сәйгүлік Сырдария. Ермағанбетов Қанат ат иесі. Және Ермағанбетов Қанат бапкері. Ильясов Дәуір, Ақтөбе қаласы. Қобда теріс қаққанда 5-ші келген Сәйгүлік алдарыңызда кетіп бара жатыр. Қошеметтеп қойыңыздар. Келесі 14-ші номердегі Сәйгүлік Аскеш Врайымбектің Сәйгүлігі. Бапкері Аскеш Врайымбек, шабандозы Жәнібек Нұрлыбек, Ақтөбе қаласы. Қошеметтеп қойыңыздар.
Бозторғай есімді сәйгүлік мінекей алдарыңызда кетіп бара жатқан. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. 33-ші номердегі алдарыңыздағы тай Қарқын есімді тай. Ат иесі Қошқарбаев Бағдәулет, бапкері Болатжан Мағжан, Ізтұрған Ақжан шабандозы, Маңғыстау облысының сәйгүлігі. Қошеметтеп қойыңыздар. Келесі 34-ші сәйгүлік Ердауыл атты сәйгүлік. Ат иесі Рыспай Ерлан Қазиев шабандозы, Абдырасыл шабандозы, бапкері Қазиев, Маңғыстау облысы. Шетпеде 3-ші келген сәйгүлік. Қошеметтеп қойыңыздар. 32-де Қарақат. 32-де Қарақат есімді сәйгүлік. Көбеев Нұрбол ат иесі, Дүйсенғали Нұрдәулет бапкері, Бейсенбі Мейіржан шабандозы, Маңғыстау облысы. Және 17-ші номерде Әсем Торы атты сәйгүлік кетіп бара жатыр. Әсем Торының иесі Бөлтөков Әлеке, бапкері Бөлтөков Әлеке. Және шабандозы Досқуат Әбілмансұр, Маңғыстау ауданы. 1-ші май ауылында 1-ші орын, Атырауда 1-ші орын, және Маңғыстауда 1-ші орын, Жаңаөзенде іріктеуінде 1-ші орын келген үлкен үміт күттіретін тайлардың бір ағайын. Қошеметтеп қойыңыздар. Тай бәйгесі 6 шақырымдық қашықтыққа жүгіреді, 2 айналым болады. Өмілдерегімде дінәмін, өн бойын ойын қораған, омырау тұсы шашақпал. 16-шы номердегі Хан Торы. Хан Торы, Дүйсенбек Ерік, және Иманғали Аңсар, шабандозы Расул, Атырау қаласы, Индер ауданында, және Тайпақта, Мұқырда 4-ші келген сәйгүлік. Келесі келе жатқан 1-ші номердегі сәйгүлік Ақбастау. Міне алдарыңыздағы Торы сәйгүлік. Бұл Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысының атынан келіп отыр. Ең шалғайдан келген, 4000 шақырымнан келген сәйгүлік. Міне Ақбастау. Бұл Шығыс Қазақстанның кубогын ұтқан. Және бірнеше кубоктардың жүлдегері Ақбастау есімді сәйгүлік. Ат иесі Дана Әлижан, бапкері Төкенов Айдос, шабандозы атақты Әтөн, Шығыс Қазақстан облысы. Келесі 15-ші номер Тәжип Серік, Арыстанбай Қасиет, Лала есімді сәйгүлік. Байназар Асылхан, Атырау облысы, Құлсары қаласы. Келесі 27-дегі сәйгүлік Сұңқар, Төлепов Ринат. Ат иесі Төлепов Ринат бапкері. Және Аманқұл Нұрәли Бақалай, Атырау облысы, Құлсары қаласы. Құрманғазы ауданы 3-ші орын, Мұқыр ауылында 5-ші келген сәйгүлік. 8-де Мисс Пауэр есімді сәйгүлік мінекей алдарыңызда. Ат иесі және бапкері Тасболатұлы Талант, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Сағыз ауылы, Ақтөбе облысы, Атырау облысының намысын қорғайдағай қошеметтеп қойыңыздар. Сағыз ауылында 3-ші және 1-ші орын келген, 3 рет 1-ші орын келген сәйгүлік. Жангелдинде 2 келген тұлпар. Қошеметтеп қойыңыздар. Келесі 26-дағы Ақбақа есімді сәйгүлік. Тайжанов Ермирза ат иесі. Және бапкері Мәзібай Әлихан, Мизанбай Әлихан, Равил шабандозы Жәрденбай. Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Мұқыр ауылының сәйгүлігі. Міне алдарыңызда келе жатқан 24-тегі Нұртөбел. Тілекқали Айбектің Нұртөбел ағайын қошеметтеп қойыңыздар.
Бапкері Сандуов Ғабидолла, шабандозы Тілекқали Нұрбек, Атырау облысы Қызылқоға ауданы Мұқыр ауылының сәйгүлігі. Келесі 11-де Ақжауын есімді сәйгүлік, құрметті ағайындар. Ақжауында талай жүлдені басым бермеген Омарғалиев Бекзат ат иесі және бапкері Миразит Айсұлтан шабандозы. Тасқала ауданында, Казталов ауданы, Тасқала ауданында, Атырау Құлсарыда бірінші келген сәйгүлік. 31-ші соңғы алдыңғы топтың ортаңғы шеңнің бастап келе жатқан 31-дегі Есенғалиев Беріктің сәйгүлігі. Есенғалиев Берік, Қалқамжай Мәди Бәйтерек ауданы іріктеу турнирында 2-ші орын келген. 29-дағы Ақмоншақ есімді сәйгілік Құлсейітіп Амантай және бапкері Құлсейітіп Амантай Уталиев Ильяс Бөбілі ауданы және 28-дегі сәйгілік Ақмоншақ есімді Құлсейітіп Амантайдың сәйгілігі Ақмоншақ. Соңғы 10-шы номердегі өткен тай таныстырамыз қазір. Оныншы номер Сакура есімді тай Нұрмағамбетов Айдар, Құрмаев Тимур бапкері, Айтқабыл шабандозы, Жамбыл облысы Қордай ауданынан келген тай. Жамбыл облысының іріктеуінде бірінші келген сәйгүлік, құрметті ағайындар. Ал қошемет, қиқуларыңызды аямаңыздар, құрметті ағайындар. Құрметті төрешілер, құрметті ағайындар, мынау жарыс алаңынан бұлай қарай шеттеп тұрайық. Мінекей тайлар, әу пісімілі кетті ағайын. Сәл алдынан біраз алшақтап тұрайық, айқайлақ қойыңыздар, қиқулақ қойыңыздар. Ал тайларға сәттілік. Қошемет ағайын! Айқайлақ қойыңыздар, торысы бар, аласы бар, қарасы бар. Екі айналым шабандоздардың құлағын алтын сырға. 6 шақырымдық бәйге. Жібер бауырым. Шап! Құрметті ағайындар, жалпы жиыны 32 тай кетіп бара жатыр алдарыңызда. Қазір тайлар 2 айналым қашықтықты айланады. Қиқулап, айғайлап, қошеметтеп, тұлпарлардың нелебесін қыздырып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Бүгін алда топ бастап бара жатқан Ақжауын деген тай, құрметті ағайындар. Оралдың Ақжауынына бір қошеметтеп қойық. Алдыда топ бастап дара кетіп бара жатыр Орал қаласының Ақжауын атты сәйгүлігі. Құрметті ағайындар, бәйге десе қазақта ішкен асын жерге қояды. Қазақтың төл ұлттық өнерінің бірі осы бәйге. Сондықтан тұлпарлар алдарыңыздан өткенде қиқулап, айғайлақ қойыңыздар. Бүгінгі осы үлкен шараны өткізуге мұрындық болып отырған Атырау ат федерациясына және осы ауданның ауылдың құрметті азаматы Қайырбек ағамызға бүкіл ат федерациясы атынан, ат жанашырлар атынан алғыс айтамыз. Және осы үлкен бәйгеге мұрындық болып отырған Атырау облысының әкімдігіне, аудан әкімдігіне және осы шараның бастан аяқ қасында жүрген азаматтардың барлығына атбегілердің атынан, ат жанашырлар атынан алғыс айтамыз. Құрметті Миял ауылының тұрғындары, тойларыңыз құтты болсын. Бүкіл Қазақстан сіздерге құлақ түріп отыр. Сондықтан Миялының қалың жұрты ат бәйгесін қолдайды екен дегізіп, айғайлап, қиқулап, бір қышқырып, алақан соқ қойыңыздар шағайын. Той құтты болсын. Мінекей тайлар созыла бастады, құрметті ағайындар. Ақырын тайларға қарай көз ұстап қойсаңыздар, тайлар ара жіктерін ашып,
адымдай алдыға бастады. Топты бастап келе жатқан ақ жауындай себелеп келе жатқан Оралдың ақ жауын ағайын. Ақ жауын келема, кердауыл келема, көк қасқа келема. Қазір көресіздер құрметті ағайындар, осы айналым біткеннен кейін соңғы группқа кетеді. Соңғы группта қай тұлпар топты жарат, сол алдарыңызда тұрған Ақжол партиясы қойып отырған автокөлікті қанжығалайды. Бүгін 32 сәйгүлік қатысып жатыр, соның 6-ауына жүлде тағайындалған. Сондықтан қошеметтеріңізді аямаңыздар ағайын. Құрметті жігіттер, біраз алдыға қарай тұрмаңыздар. Қазір қара тартуы мүмкін тайлар. Бер қарай жақындап тұрыңыздар. Нұрболат аға, бер қарай жақындап тұрыңыздар. Қазір тайлар басқа тайлардың овалына қалып жүрмек. Құрметті ағайындар, соңғы группқа кетіп бара жатыр. Сондықтан құрметті ағайындар, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Мінекей тайлар бірігіп қалды. Мінекей құрметті ағайындар, Оралдың ақ жауыны топ бастап келе жатыр. Айғайлап, қиқулап қойыңыздар. Соңғы группқа кеттіңдер. Мінекей екіде Ақбастау, Шығыс Қазақстан облысының тайы кетіп барады. Бірде Орал қаласының, мынау екінші топ тайлардың. Соңғы групп жігіттер, жер аттың басын. Құрметті ағайындар, бәйгенің бәсекесін көріп отырсыздар ғой. Бірінші күнігі аяқталмай жатып, тайлар созылып, тайлардың арты мінекей кіріп жатыр құрметті ағайындар. Сондықтан жартысы әнекей алдыға қарай шығып алды. Осы соңғы айналым қай сәйгүлік топ жарат, қай облыс келеді? Ақтөбе ма, Орал ма, Шығыс па, Батыс па, Қызылорда ма, Жамбыл ма, Алматы ма? Қай облыстың сәйгүлігінің бағы мен бағы келісіп тұр екен, санаулы сәттерден кейін көреміз ағайын. Сіздерден тек қошемет, қиқу, ал бауырын жібер аттың басын. Мінекей топты бастаған үш тай жеке дара бөліне бастады құрметті ағайындар. Орал қаласының, Шығыс Қазақстан облысының екі тайы алдыға қарай кетіп бара жатыр. Музыканы шығарамыз, қанекей, құрметті ағайындар, қошеметтеріңіз. Бал болды жанар түрімім, көмеден қалған көзімсің, көміз көмберген жүгенім, өмілдірегім дедін әмін. Бойын ойын қораған, омырау тұсы шашақпал, астары қызыл шұғадан. Көшпенді еліміз көшелі, маңдайда бағып беселі, құйысқанында құйма алтын, өркенетім ғой кешегі. Жаратып мінген күнігін, сайып қаран сақтың ұлымын, үзіңімен ақ үзген бар. Құрметті ағайындар, қиқулап қойыңыздар, мінекей, екі тай бөліне бастады алдыға қарай жеке дара. Тайларға бөгет жасамаймыз, алдымызда былай қарай ашып тұрамыз. Қошеметтеп қойыңыздар, қай Оралдың тайы келе ма, Ақтөбе ма, Жамбыл ма, Атырау ма, Қордай ма, Жамбыл ма, қай жердің тайы келеді, қазір көреміз құрметті ағайындар. Мінекей бір тай жеке дара бөліне бастап алдыға қарай. Қошеметтеріңізді аямаңыздар құрметті ағайындар. Алдыға былай тұрыңыздар, мәреден былай қарай тұрыңыздар. Құрметті ағайындар, қазір алдарыңызға келеді. Алдарыңызға келеді, құрметті ағайындар, кірмейміз артқа қарай. Мінекей, мәре, құрметті ағайындар, мінекей.
топтарыңызда алдың жарық мінекей 10-шы номердегі тай топ жарды құрметті ағайындар. Және мінекей екінші келе жатқан тай. Мінекей мынау екінші келген тай Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының тайы. Қошеметтеп қойыңыздар. Абай облысының тайы. Жәнекей мінекей құрметті ағайындар. Міне қараңыздар, үшке қарай талас. Қазір хабарлаймыз құрметті ағайындар. Ал құрметті ағайындар, ат бәйгесінен келген сәйгүліктерді сәл хабарлап өтейік. Қазір марапаттау рәсімі құнаннан кейін болады. Сондықтан хабарлауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі қазақтың қолтумасы республикалық алтын тай бәйгесінде бірінші келген Сакура есімді сәйгүлік Жамбыл облысы атақты Қордай ауданының сәйгүлігі ат иесі Нұрмағамбетов Айдар, бапкері Құрмаев Тимур, шабандозы Айтқабыл Жамбыл облысының іріктеу турнирынан да бірінші келген тай ағайын. Қошеметтеп қойыңыздар. Жамбыл ауданы облысы жүлделеріңіз құтты болсын, Қордай жасай берсін деп бір қошеметтеп қойайық. Енді екінші келген тай Абай облысы, Шығыс Қазақстан облысы турнирларының жүлдегері. Ең алыстан келген тай, тайдың еңбегі тері ақтарды. Ат иесі Дана Әлижан, бапкері Төкеніп Айдос, Ақбастау есімді сәйгүлік Абай облысы Семей қаласы. Қошеметтеп қойыңыздар. Үшінші келген тай 30-шы номердегі Ханшайым атты сәйгүлік. Ханшайымның иесі Бейсеуіп Ерлан, бапкері Смағұл Жарас, шабандозы Ақмолда Сұлтан. Бұл да Жамбыл облысы Қордай ауданының тай ағайын. Жамбыл облысындағы Меркіде 3-ші орын, Алматы облысы Беріктас ауылында 1-ші орын, Кенен ауылында 1-ші орын, Қордайда 1, Қаракемерде 3, мінекей Миялыда 3-ші келіп отыр ағайын. Қошеметтеп қойыңыздар. 4-ші келген тай төртші номердегі тай екен. Бұл 4-ші номердегі тайға 1-ші номер дегенді алу керек. 4 алып 4 келіпті Сұңқар есімді сәйгүлік. Жантереков Мәлік, бапкері Жантереков Мәлік, шабандозы Серікбай Шынтас, Ақтөбе қаласы Дөң ауылында 2-ші орын, Бөгес Сайды ауылында 1-ші орын келген. Бүгін мінекей республикалық алтын тай турнирында 4-ші келіп отыр ағайын. Құрметті тәртіп сақшылары және төрешілер бер жақтағы ағайынды халықта ар жақ көрерменге қарай шығарып құнанды дайындаймыз. Қазір 5-ші және 5-ші келгенге сәл-пәл 21 ма? Бесінші келген тай Нұрбаев Ғалымжан ат иесі, бапкері Нұрбаев Ғалымжан, шабандозы Сағынбек Айсұлтан, Алматы облысы Жамбыл ауданы және Алматы облысы іріктеуінде 2 келген екен. 6-шы келген 20-дағы Ақбұлақ есімді сәйгүлік Елдосұлы Батырхан, бапкері белгілі бапкер Қазыбеков Серік Сейкош, Арыстанбек шабандозы Аңсар, Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылы. Қошеметтеп қойыңыздар. Жамбыл облысы Құлан ауылында 1-ші орын келген сәйгүлік екен. Мінекей осы 6 орынға бүгін арнайы сыйлықтар бар. 1-ші орын алған Жамбыл облысын тағы да құттықтаймыз. Жамбыл облысы Қордай ауылы ауданы жасай берсін деп тағы бір қошеметтеп қойайық.
кісіден білесің ғой түсті. Білгенде айтылды ол. Теңескен жоқ қой, асты енді шығып жатыр. Теңескен жоқ, міне қонақ. Документ ойнамайды, міне қара. Суретке түсіріп алыңдар сұрау. Әнер көрсет комиссия, көрсет. Бекаттан шығып кеткен бе? Жоқ, теңескен жоқ қой. Теңесіп, брата, Міне, енді айырбастап келе жатыр ғой. Міне, түсірші. Міне, түсірші. Міне, енді айырбастап келе жатыр ғой. Суретке түсіріп алшы, брата, барма сені. Жаздай шауып жүрген құлан ғой, міне. Ой, енді айырбастап келе жатыр. Доказа теңескен жоқ қой, міне. Доказа теңескен жоқ. Кеше комиссия болды, отыр. Комиссия келмейсің осы жерге. Осы жерге даңғыл болса. 13. Кәліпбай, неше адам комиссияда, неше адам? Қарайтын 4 адам ба? 5 адам. 5 адам шешілді осы жерде. Ол басқа еш маған. Әкелген жоқ. Мен өзім. Ал құрметті ағайындар, алдыда келе жатқан 3-ші номердегі құнан Қайқыбай Сейітжанның құнаны, бапкері Қадыров Ержан, Алматы облысынан келген тай, шабандозы Ділдәхан Бекзат. Құнан, мінекей құрметті ағайындар, 3-ші номердегі құнан, Рамина атты құнан, үстіндегі шабандозы Ділдәхан Бекзат. Қошеметтеп қойыңыздар, және мінекей құнандарды бастап келе жатқан осы тәртіпті қадағалап жүрген бекшылдарыңыз Ұзынағаштан арнайы кеп осы бәйгенің дұрыс өтуіне атсалып жатыр. Екінші келе жатқан құнан қай құнан? Екідегі номерін қалай? 25 дейді. Екідегі 25 Сұңқар атты құнан, Нұрбаев Ғалымжан ат иесі. Бапкері Нұрбаев Ғалымжан Алматы облысының іріктеуінде өткен Алматы облысы Жамбыл ауданы Дегерес ауылынан келген құнан. Келесі Бұйымтай есімді құнан, мынау алдарыңызда келе жатқан Мырзағалиев Алдоңғар. Бапкері Айтуар, шабандозы Әлихан. Атырау облысы Құлсары қаласының сәйгүлігі. Келесі мынау Бұйымтай атты сәйгүлік Маңғыстау Бекет ата 270 жылдығында бірінші келген құнан екен ағайын. Қошеметтеп қойыңыздар. Құлсарыда бір келген. Номер келесі келе жатқан құнан мінекей Қызыл Жабудағы. Және артынан Қарағұнан келе жатыр қатарласып. 17 Махаббат есімді құнан. Бабашев Елтай ат иесі. Бапкері Қайрат. Шабандозы Әлинұр. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Кембай ауылы. Қайдасыздар? Қызылқоға ауданы. Қошемет, сіздердің аттарыңыздан шауып барады. Келесі Тауасар атты сәйгүлік. Ат иесі Тілектес Асқар, Қабдығали Асқар бапкері. Шабандозы Қайсар. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылының сәйгүлігі. Алдарыңызда қайын. Қошемет қайда? Ай бәрекелді. Мінекей құрметті ағайындар, өз облыстарыңызға аямай қошеметтеп қойыңыздар. Алдарыңыздағы Тауасар. Келесі 16-шы номердегі Ермек Торы деген сәйгүлік. Қараңыздар, Ермек Торы басты бір шылғып алдыға кетіп бара жатыр. Тайжанов Бимырза ат иесі. Мизанбай Әлихан бапкері. Және шабандозы Сағыныш Қуаныш. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Мұқыр ауылының сәйгүлігі. Қошеметтеп қойыңыздар ағайын. Келесі 18-ші номердегі Тоқтамас атты сәйгүлік. Тоқтамай алдыңғы топта келсін. Аяпбергенов Мираж ат иесі және бапкері. Миржан. Аяпбергенов Ерасыл шабандозы Тасқала ауданы. Және 19-ші номердегі сәйгүлік Қырғи.
Бүгінгі бәйгеде қырғидай дейін деп тұрған сәйгілік Ишанов Айбек ат иесі. Және бапкері Миразат Айбарыс және шабандозы Айсұлтан Орал қаласының сәйгілігі алдарыңызда. Қошеметтеп қойық ағайын. Жаңа қалада топ жарып бір келген мінекей қырғи атты сәйгілік алдарыңызда келе жатыр. Басымен алысып қараңыздар. Құрметті ағайындар, қырғиға бір қошеметтеп қойыңыздар. Келесі 15-ші номердегі мынау алдарыңызда келе жатқан сәйгілік Рамзана атты сәйгілік. Тілеуғалиев Асылжан иесі, Омарғалиев Санат және шабандозы Омарғалиев Ершат Казталов ауданы. Қошемет. 11-дегі сәйгілік Жақып 14-тегі сәйгілік Тасқын атты сәйгілік. Ат иесі Нұрболат Әдиетов, Омарғалиев Санат бапкері, Боранбай Абдурахман Казталов ауданы және 11-дегі Жақұт атты сәйгілік. Қошеметтеп қойыңыздар. Әдиетов Нұрболат ат иесі, бапкері Әдиетов Нұрболат, Мәліков Нұрислам шабандозы Казталов ауданы. Қошеметтеп қойыңыздар. 10-шы номерде Қамал атты Тұлпар Құнан. Қошеметтеп қойыңыздар. Қамал деген Құнан. Нұрахметов Айдар ат иесі, Құрмаев Тимур бапкері, Айтқабыл шабандозы мінекей үстінде кетіп барады. Жамбыл облысы Қордай ауданының сәйгілік ағайын. Bir қошеметтеп қойыңыздар. 20-шы номерде Қазына атты сәйгілік. Қошеметтеп қойыңыздар. Қазына. Қазынаның иесі Бейсеев Ерлан. Бапкері Смағұл Жарас. Шабандозы Ақмолда Сұлтан. Жамбыл облысының сәйгілігі. Қордай ауданы Жамбыл облысының тағы бір сәйгілігі ағайын. Қошеметтеп қойыңыздар. Мыңжылқы ат сәйгілік. Жампозов Рахымбердінің сәйгілігі. Және Әсет Тилдаев Сәтшан бапкері. Шабандоз Сейсен Нұрғиса Жамбыл облысы Ырысқылық ауданы. Қошеметтеп қойыңыздар. Мінекей алдарыңызда кетіп бара жатыр. Келесі 7-ші номердегі Құнан Нұрлыбай ат иесі, бапкері Алтынбек Арал ауданы, Арал қаласынан келіп отырған сәйгілік. Қошеметтеп қойыңыздар, құрметті ағайындар. 2 Асылтас атты сәйгілік. Асылтас иесі Тұрақбай Дамир, бапкері Тұрақбай Дамир, шабандозы Мақсат Әбумәлік, Ақтөбе облысы Бесқопа ауылы. Қошеметтеп қойыңыздар. Бесқопаның сәйгілігі мінекей алдарыңызда. Қошеметтеріңіз ағайын. Қиқулап алақан соқ қойыңыздар. Шқанекей сәйгіліктерге бір аямай қошеметтеп. 4 Айшақ есімді сәйгілік. Айшақ есімді сәйгілік. Суликанов Руслан, Суликанов Ғалымжан, Суликанов Руслан. Аттың иесі Суликанов Руслан, бапкері Ғалымжан. Сайлауғали Әлихан шабандозы. Ақтөбе облысы Қобда ауданының сәйгілік ағайын. Қошеметтеп қойыңыздар. 6 Қаратал есімді сәйгілік, құрметті ағайындар. Қаратал. Серғазин Алтынбек. Серғазин Алтынбек бапкері де, иесі де. Шабандозы Қаршадай Асылбек Әділет. Ақтөбе облысы Бесқопа ауылының сәйгілік ағайын. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Құнан бәйге 12 шақырым 4 айналым.
21 Ботагөз есімді тұлпар Сарбаев Қаржаубайдың тұлпары. Мұрадин Шыңғытбаевтың тәлімін көріп бапкері. Шабандозы Іздұрған Ақжан. Жылдамырақ өтеміз, жылдамырақ. Ботагөз алдыдан желдіп. Маңғыстау облысы. Маңғыстау облысының намысын қорғайтын еке алдарыңызда Ботагөз есім сәйгілік. Келесі 23 Ханзада Бақытжан Асылбек ат иесі, Кедиров Нұрбол бапкері Айдар Сержан. Маңғыстау облысының намысын қорғайтын сәйгілік мінеке алдарыңызда келе жатыр. Ханзада қараңыздар қандай кербез құнан құрметті ағайындар. Бір қос қолдап қошеметтеп қойыңыздар. Тіл көзіміз тасқа, ал Ақжол барша құнанға. Келесі Айторы есімді сәйгілік мінекей Айторы Лукманов Ахат ат иесі, Атабаев Қайрош және Туанбай Алижан мінекей шабандозы Маңғыстау облысының сәйгілігі. Еркетай есімді Сүйесинов Абдулланың тұлпары, Жақашев Азамат және шабандозы Мадияр Маңғыстау облысының сәйгілігі Еркетай. Ал жылдамырақ старт жаққа қарай апарамыз. Ал соңғы бастап келе жатқан бірінші номердегі ең алыстан келген тұлпар Фирдаус ат иесі Дана Әлижан Бауыржанұлы, бапкері Төкенов Айдос, Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Ақтоғай кенті, Шығыс Қазақстан Абай облысының қос бірдей облыстың намысын қорғап өтіп бара жатыр құрметті ағайындар. Бүгінгі бәйгеге ең алыстан келген сәйгілік Шығыс Қазақстан облысынан ат артып келген. Ал құрметті ағайындар, қазір құландар алдарыңыздан өтіп, жиыны 27 құнан 8 облыстан келіп отыр. Қиқулап, айғайлап, қошеметтеп, делебесін қоздырып қойыңыздар. Ал бір тамаша музыкамен көркемдеп қойайық. Ал кетті құнандар, мінеке құрметті ағайындар, қошемет! Алақандарыңызды аямаңыздар, айқайла, пайпайла. Мінеке құнандар кетті ағайын, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Төрт айналым жіктер, шабандоздар, жібер! Он 9-шы номердегі сәйгілік топ бастап бара жатыр құрметті ағайындар. Қырғи атты сәйгілік Ишамов Айбектің сәйгілігі топ бастап бара жатыр. Орал қаласы, бағана тайдада Орал қаласы топ бастап бара жатқан, тағы да мінеке Орал қаласының сәйгілігі топ бастап барады. Құнан бәйгесі 4 айналым. Құнан бәйгесіне де мінеке алдарыңызда тұрған автокөлік.
Орал қаласының сәйгүлігі топ бастап бара жатыр ағайын. Құрметті ағайындар, бері қарай ары бері өтуді доғарайық. Қазір құнандар, аттар, жылқылар келеді. Бөгет жасаймыз. Қазір құрметті ағайындар, марапаттау рәсіміне келер кезде қолтума паспортын қолдарыңызда болсын. Өйткені осы қазақтың қолтумасын дамыту керек. Қазақтың тұлпарлары қазақтың даласында. Ал құрметті ағайындар, мінекей құнандар алғашқы айналымды аяқтауға да аз қалды. Топтасып келе жатыр, сіздер қиқулап, айғайлап, тұлпарлардың делебесін қоздырып қойсаңыздар, тұлпарлар алға қалай адымдай бастайтын болады. Сондықтан қошеметтеріңізді аямаңыздар. Ай, бәрекелдегі мінеке құрметті ағайындар, екі бала құлақ баған екен, балалар аман болсын. Қошеметтеріңізді аямаңыздар, ал құнандар. Скорый, жылдамырақ барсаңыздар. Бәрекелді, аттанды. Жібер бауырым, жібер. Жібер, қуып жетесің, алда әлі 3 шақырым бар. Жібер аттың басын. Бір күрік аяқталды, екінші күрікке кетті құнандар. Ай, бәрекелді, мінеке қарап отырсаңыздар, құнандар шабыстарын үдете бастады, құрметті ағайындар. Бәрекелді, мінеке, құнандар 3 топқа бөлініп ап. Алдыңғы топқа үйісіп келе жатыр, құрметті ағайындар, қошеметтеріңізді аямай отырыңыздар.
10-шы номердегі құнан топ бастап бара жатыр. Камал есімді сәйгүлік екен. Жамбыл облысы Қордай ауданының тұлпары бастап келе жатыр екен. Ал құрметті ағайындар, қошеметтеп қойыңыздар. Миялы қайдасыздар, тойларыңыз құтты болсын. Bir айғайлап қиқулақ қойыңыздар, құнандардың делебесін қоздырып. Екінші айналымда аяқтауға аз қалды құнандар ағайын. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Мінеке құрметті ағайындар. Мінеке құрметті ағайындар, құнандар екінші айналымды соңғы тобы аяқтауға аз қалды. Қошеметтеп қиқулап, айғайлап делебесін қоздырып қойыңыздар. Ал жігіттер жіберіңдер. Екінші міне қоңыр құнанды қараңыздар. Созылбақ бара жатыр екен ағайын. Мінеке құрметті ағайындар, құнандарға көз тігіп қойсаңыздар, ара жіктері алшақтап, адымдай алға қарай, жүйріктері суырыла бастады құрметті ағайындар. Мінеке алды екі топ алға қарай сүйреліп келеді. Құрметті төрешілер, қазір бүгінгі Миялыда өтіп жатқан бәйгені керемет тәртіппен ешқандай балада тұлпарда сүрінбей тамаша басқарып жатқан Атырау ат федерациясының ұжымына алғыс айтамыз. Құрметті ағайындар, бер жаққа скорый жіберілерін сұраймыз. Тағы да бір бала бер жақ шетте құлап қалған екен. Құрметті төрешілер, орта жолда міне құлаған балалар бар екен. Ай қараңыздар құрметті ағайындар, мінеке үшінші шақырымда, үшінші айналымда аяқтауға аз қалды құнандар. Қошеметтеп қойыңыздар. Көлікті қай құнан ұтады, қазір көреміз. Осыдан кейін соңғы айналымға кететін болады. Құрметті ағайындар, көңбіге таяған кезде қиқулап, қошеметтеп, тұлпарлардың дүбірін бір қыздырып қояйық. Хей, бәрекелді. Мінеке құрметті ағайындар, сәйгіліктер суырылып, сәл-пәл көрермендер артқа қарай тұрайық. Қазір қара тартып біреуіңізді қағып кетуі мүмкін. Мінеке құрметті ағайындар, қос сәйгілік алдыға, Қордайдың қос сәйгілігі қателеспесем алдыға қарай шығып келеді. Және мінеке алдыда төрт сәйгілік. Соңғы айналымға кеттіңдер жігіттер. Топта 1-2 Қордай Жамбыл облысының қос тұлпары бастап келеді.
4-ші Шығыс Қазақстан облысының сәйгүлігі қостап келеді. Қазір көреміз, құрметті ағайындар. Төрешілеріне тоқтаған құландарды жылдамырақ шығарып тастайық. Соңғы айналымға кетті ағайындар. Ал қошеметтеп қойыңыздар. Құрметті ағайындар, қараңыздар, нағыз бәйге құнандар араларын ажыратып, созылып, тіпті шабыстарын үдете бастады ағайын. Нағыз сәйгүлік, нағыз тұлпар қазір мәрені кесет, бағы жанған, бабы келіскен сәйгүлік. Қошеметтеп қойыңыздар. Мұна қараңыздар, құрметті ағайындар, құнандардың орталары ашылып, нағыз аламанның көркін қыздырып барады, құрметті ағайындар. Қараңыздар, қарыдай шашылып барады сайын даланың төсінде. Ал қошеметтеп қойыңыздар, айғайлап, қошеметтеп. Мұна 5-ші кетіп бара жатқан құнанды қараңыздар, тура барлығының артынан қуып бара жатыр. Қайсы созады, қайсы мәреден, қайсы өтеді, қайсының бағы жанады. Қазір көреміз, құрметті ағайын. Ал мінеке, құрметті ағайындар, айналмаға қарай құнандың алдыңғы тобы шықты ағайын. Ал көлікті қай құнан ұтады, қазір көреміз, құрметті ағайындар. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Мінеке, дара келе жатыр, құрметті ағайындар, тіл көзіміз тасқа. Қай жақтың құнан екен, құрметті ағайындар, қай облыстың бағы жанып тұр екен. Құрметті ағайындар, сәл-пәл бұлай қарай тұрайық, ауаша тұрайық. Өй, бәрекелді, сәйгүлік мінекей. Ара алдына, артына қара салмай, қара үзіп дара келе жатыр, қандай керемет, құрметті ағайындар. Қошемет, өй, шіркін, жануар, тұяғың талмасын. Керемет, құрметті ағайындар. Қошемет мінекей. Өй, шіркін ай, бәрекелді. 10-ші номердегі құнан және 20 мен 10 келді, құрметті ағайындар. Мінеке 3-ші өтті. Бүгінгі қолдума тай бәйгесінде 6-шы орын иеменденген Ақбұлақ атты сәйгүлік шабандозы Малой. Қалай ма? Бәрекет, марапаттайтын Аманғалиев Бексұлтан Мұхамедиярұлы. Қошеметтеп қойыңыздар. 6-шы келген. Алтын тайда 6-шы келген. Айтуар компаниясының арнайы сый-сияпатымен бүгінгі бәйгенің негізгі демеушілерінің бірі Айтуар компаниясы және сыйлықты табыстайтын Аманғалиев Бексұлтанұлы Мұхамедияр ағамыз. Қошеметтеп қойыңыздар, құрметті ағайындар. 6-шы келген сонау Алматы
облысынан ат артып келген сәйгүлік қошеметтеп қойыңыздар. Айтұмар компаниясының арнайы демеушілігімен сый зияпат. 5-ші келген тайдың марапатын бер жаққа қарай әкелсеңіздер. Айтұмар компаниясының демеушілігімен арнайы сый зияпат 6-ші келген сәйгүлікті ат иелеріне мінекей бапкерлері орталарыңызда және 5-ші орын алған сәйгүлікті марапаттауға Атырау облыстық ат спорт басқармасынан Ернар мырзаны шақырамыз. Асқар, Ернар қайда облыстық спорт басқармасынан келген? Ернар мырза ортаға 5-ші орынды табыстауға. Бесінші орын келген Алматы облысы Жамбыл ауданының Тұлпар екен Айсұлтан деген мінекей шабандоз ортаға қарай шыға берейік. Айсұлтан қошеметтеп қойыңыздар. Алматы облысы. Қазақстан қолтума Алтынтай 2022 республикалық бәйгесіне қатысып 5-ші орын иеменденген Нұрбаев Ғалымжан Алматы облысы. Шабандозы мінекей алдарыңыздағы Айсұлтан және Ақшадай 400 мың Ақшадай сыйлық ағай. Қошеметтеп қойыңыздар. Ғалымжан ағамыз ортаға. Ат иесі. Мінекей Алтынтайда 5-ші орын келген Ғалекеңнің сәйгүлігі. Қошеметтеп қойыңыздар. Алматы облысы. Бәрекелді жігіттер, құтты болсын. Келесі 4-ші орынды табыстайтын Батыс Қазақстан облысының бәйге федерациясының президенті Есенғалиев Берік ағамыз табыстайтын болады. 4-ші орын. Бүгін құрметті ағайындар, Қазақстанның қолтума Алтынтай 2022 республикалық бәйгесіне қатысып 4-ші орын алған Жандереков Мәлік марапатталады. Қошеметтеп қойыңыздар. Берік ағамыз бәйгесін табыстасын. Батыс Қазақстан облысы Сатқали. Арнайы кубокпен және 600 мың теңге ақшадай сыйлықпен марапатталады. Қошеметтеп қойыңыздар. Шабандозбен иесі ортаға шықсын. Батыс Қазақстан облысының бәйге федерациясы қайдасыздар? Ал жігіттер, құтты болсын. 600 мың теңге ақшадай сыйлық ортаға қарай шыға беріңіздер. Мінекей. Ай, құрметті ағайындар, қошеметтеп қойыңыздар. Мінекей 4-ші орын алған Батыс Қазақстан облысының бәйге федерациясының президенттері табыстауда. Мінекей құрметті ағайындар, республикалық Алтынтай бәйгесінде 4-ші орын алған сәйгүліктің иесі және шабандоз алдарыңызда. Ақтөбе облысы екен, 4-ші келген. Қошеметтеп қойыңыздар, көрші облыстарыңыз. Ақтөбе облысы. Рахмет сіздерге. Ал құрметті ағайындар, көптен күткен жүлделі негізгі 3 орынды сіздерге хабарлауға рұқсат етіңіздер. Бүгін Атырау облысы Миялы ауылында тұңғыш рет қазақтың қолтума тайларын шығару мақсатында үлкен додалы бәйгеде 3-ші орын алған Бейсеев Ерланның сәйгүлігі. Мінекей құрметті ағайындар, алдарыңызда 1 миллион ақшадай сыйлықпен
Жамбыл облысы Қордай ауданының тайы, құрметті ағайындар. Қошеметтеп қойыңыздар. Жамбыл облысының тайы 3 келген мінекей. Қордай. Ай бәрекет, мінекей Елнұр атты шабандоздың астындағы мінекей 3-ші орын иегері 1 миллион ақшадай сыйлықпен 3-ші орында табыстайтын Алтай Тайжанов Қызылқоға ауданының және Ақтоба облысының құрметті азаматы Алтай Тайжанов ағамыз табыстайды. 1 миллион ақшадай сыйлық және кубок. Бәрекелді, осы орнымызда тұра береміз, тұра беріңіздер. Ал бәрекелді, жүлделеріңіз құтты болсын, осы арада кетпеңіздер, тұра беріңіздер. Ал енді, құрметті ағайындар, бүгін Алтынтай, республикалық Алтынтай бәйгесінің 2-ші жүлдегерін табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрметті ағайындар, жүйріктен жүйрік озар жарысқанда дейді. Ендеше 2-ші жүлдені табыстайтын Қызылқоға ауданының мәслихат хатшысы Альберт Өтегенұлын ортаға шақырамыз. 2-ші орын келген бүгінгі бәйгеге сонау ең алыстан келген, сонау Шығыс Қазақстан облысы және Абай облысының намысын қорғап келген Ақбастау атты сәйгүлік, аттың иесі Дана Әлижан Бауыржанұлы, бапкері мінекей қызыл кепкадағы Айдос Төкенұлы деген азамат, шабандозы жел тақым әрқашан астындағы аты үнемі жүлдеге ілінетін Атөн деген азамат ағайын. Атөн ұлдарыңыз, шабандоз Атөнға бір қошеметтеп қойыңыздар. Әнекей құрметті ағайындар, Атөн деген ұлдарыңыз. Мінекей Ақбастау атты сәйгүлік Шығыс Қазақстан және Абай облысында жүлдегер аталып сол екі қос облыстың чемпионы болған жануар ағайын. Бір қошеметтеп қойыңыздар. Қазір көптен күткен Алтынтай бәйгесінің бас жүлдесі 1-ші орын анықталатын болады. 1-ші орында табыстау үшін Атырау облыстық Ақжол партиясының төрағасы Юсуп Ермекқали Төреғалиұлын шақырамыз. Осы бүгінгі жүлдеге ерекше машинаның кілтіндей мінеке ағамыздың қолында. Құрметті ағайындар, жүйріктен жүйрік озар жарысқанда дейді. Бүгін нағыз азаматтың азаматы, қазанаттың қазанаты анықталып жатқан сәт. Ендеше құрметті ағайындар, бүгін 1-ші орында Жамбыл облысы Қордай ауданы жеңіп алды. Нұрмағамбетов Айдардың сәйгүлігі. Қошемет мінекей құрметті ағайындар, қандай керемет. Байқаңыздар. Ай, жануар шауып келіңдер тұрған жоқ, қарайыңыздар. Қандай керемет. Нағыз ай. Ортаға қарай алып келеміз, ортаға қарай. Мінекей құрметті ағайындар, қошемет қайда, қиқу қайда. Бүгін аударымызға 1-ші келген тай құрметті ағайындар, Жамбыл облысы Қордай ауданының сәйгүлігі құрметті ағайындар, қолтума Алтынтай 2022 чемпионы қошемет ағайын. Ақындарыңыз көп қойыңдар. Ой, бәрекелді. Автокөлік табыстауға рұқсат. Автокөліктің кілтін. Иесіне автокөлік кілт табыстаңыздар. Одан кейін ортақ суретке келеміз.
еді. Ал автокөліктеріңіз құтты болсын, құрметті Жамбыл облысы. Ал құрметті ағайындар, қазір құнан бәйгесін Еліміздің тәуелсіздігін бекем болсын. Бәйгелерің құтты болсын. Ал кетті, құрметті ағайындар. Ой, бәрекелді. 6-шы орын Қолтума Құнан бәйгесі Қазақстан біріншілігінде 6-шы орын иеленген Сарманбет Инсар шабандозы және Сұңқар атты сәйгүлік. 6-шы келген сәйгүлік. Сәйгүліктің иесі жақындап тұрыңыздар. Автокөлікті бер жаққа жақындатып қояйық. Ай бәрекелді, мінекей құрметті ағайындар, бас жүлдеге қойылған автокөлік алдарыңызда 6-шы орын алған. Алматы облысының сәйгүлігі Айтұмар компаниясының өнімі мінекей Ертілеу Қайырбек ағаларымыз табыстайды. Үнемі осылай демеушілік аттың жалында жүрген жігіттерге демеу болып жүретін Айтұмар компаниясының шабандозға жәкейге арнайы желет және аттарына витамин. Қошеметтеп қойыңыздар, құрметті ағайындар. 6-шы келген құланнан шабандозға. Бүгінгі құрметті ағайындар, республикалық Алтынтай бәйгесінде ең негізгі демеушілердің бірі болған Айтұмар компаниясы. Мінекей Айтұмар компаниясы арнайы шабандоздарға тігілген шабандоз киімін және атқа дәрумендер табыстап жатыр, құрметті ағайындар. Қошеметтеп қойыңыздар.
6-шы орын Сарманбет Инсар шабандозы, қошемет. Және Сұңқар атты сәйгүлік Алматы облысының сәйгүлігі. Қошемет деп қойыңыздар. Алматы облысынан келген сәйгүлік. Бүгін Атырау жеріне құрметті ағайындар, шығыстың, батыстың, оңтүстік, солтүстік, бүкіл Қазақстанның 8 өңірінің аттарының тұяқ тиіп жатыр ағайын. Қазақстан қолтума алтын құнан 2022 республикалық бәйгесіне қатысып 5-ші орын иеленген Мырзағалиев Алдоңғар марапатталады. Қайырбек аға, өзіңіз табыстай беріңіз. Қошемет ағайын. Және арнайы медаль кубоктармен марапатталады. Бүгінгі ат бәйгесінің бас төрешісі Аян ағамыз марапаттайды. Қошемет деп қойыңыздар. Арнайы сертификат 5-ші орын алған. Ақшадай 400 теңге сыйлық құрметті ағайындар. Қошемет деп аямай алақан соқ қойыңыздар 5-ші келген құнанға. Ал құрметті ағайындар, 4-ші келген құнан мінекей. Аттың иесі ортамыз жарып ордаға қарай келсін. Құрметті ағайындар, ең алыстан келген құнан Шығыс Қазақстан Абай облысы, жаңадан құрылған Абай облысының намысын қорғаған Фирдаус атты құнан. Ат иесі мінекей үстінде Дана Әлижан Бауыржанұлы. Ордаға қарай келеміз. Дана Әлижан Бауыржанұлы. Фирдаус атты құнан. Жаңадан құрылған Абай облысының сәйгүлік ағайын. Қошемет деп қойыңыздар. Абай облысының арғымағына бір аямай алақан соқ қойын. Құлан бәйгесінде 4-ші орын иеленген мінекей Фирдаус атты құнан алдарыңызда ақшадай 600 теңге ақшадай сыйлық және кубок медальмен марапатталады. Қошемет деп қойын. Ертілеваға марапаттауға ортаға 4-ші орында. Ал қошемет Ертілеваға бүгінгі қолтуманың басқасында жүріп үнемі осы ат спортының үлкен жанашыры болып жүрген Ертілеваға өзіміз табыстаймыз мінекей. Қошемет 600 теңге ақшадай сыйлық 4-ші орын иегерде. аудан әкімінің орынбасары Марат Мырзаны ортаға шақырамыз. 3-ші орын Алматы облысы Қайқыбай Сейітжан марапатталады. Алматы облысының тағы бір сәйгүлігі
топ жарып жатыр. Қошеметтеп қойыңыздар, құрметті ағайындар. Мінекей Алматы облысы Алтынтай бәйгесінде Құнанның 3-ші келген сәйгүлік мінекей. Қошеметтеп қойыңыздар, құрметті ағайындар, мінекей 3-ші келген Құнан алдарыңызда. Қандай керемет, құрметті ағайындар, қошеметтеріңізді аямаңыздар. 3-ші орын ортада қала беріңіздер, шамандостарыңызбен. 2-ші орында марапаттайтын Сабыр Әли ағамыз сонау алыстан бүгінгі ат бәйгесіне қазақ елін қорғаған қолдап келіп отыр ағамыз. Досын мынау ат спорт федерациясының президенті Қайырбек ағамыздың досы ат спортын арнайы қолдап келіп отыр. 2-ші орын алған Бейсеев Ерлан Қазақстан қолтумада Алтынтай Құнанында 2-ші келген Құнан. Жамбыл облысының тағы бір сәйгүлігі, құрметті ағайындар. Қошеметтеп қойыңыздар. Алақандарыңызды аямаңыздар, мінекей 2-ші орын. Сіздерге бір-екі ауыз сөз айтсам дейді. Мінекей құрметті ағайындар, Жамбыл облысы тағы бір жүлдеге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всех приветствую. Спасибо Хайрбеку за то, что организовал такой скачки, такой праздник. Всех обрадовал. Меня тоже пригласили, я приехал из Чечни. Хайрбек очень даже достойный парень и очень болеет за свой народ. Дай Аллах ему здоровья, дай Аллах, чтобы вот такие сыновья рождались. Очень много, чтобы в Казахстане и везде. Спасибо ему за то, что он организовал вот такую скачку. И чтобы у него всегда были возможности организовать такие скачки, чтобы обрадовать всех. Аллаху Акбар. Спасибо всем. Бәрекелді. Мінекей жақсының жақсылығын айт, нұр тасын дейді. Ендеше осындай керемет шараға мұрындық болып жатқан ағаларымызға Атырау ат спорт федерациясының президенті Қайырбек ағамызға да бір қос қолдап қошеметтеп қояқшы. Үлкен еңбек ағайын. Енді құрметті ағайындар, қазір көптен күткен бүгінгі республикалық Құнан бәйгесінде топ жарып, 27 Құнанның ішінде қара үзіп, ерекше шауып, елді таңдандырған, 1-ші орын жеңіп алған Жамбыл облысы Қордай ауданының Құнаны Нұрмұхамбетов Айдар. Қошеметтеп қойыңыздар, құрметті ағайындар. Жол ашамыз мінекей Құнаннан көлік ұтқан. Бас жүлдеге автокөлік. Қошемет. Шабалақтарыңыздар, аямаңыздар. Осындай ағаларымыз өздеріңіз табыстаңыздар, үлкендеріңіз. Құрметті ағайын, құрметті бауырлар, мынау бүгінгі осы Алтынтай жобасының төңірегінде жігіттердің бәрін құттықтаймыз. Міне біздің қазақтың жігіттерінің еңбегін көріп отырмыз. Бұл ұлы жетістік. Бұл ұзағынан болсын, жігіттер ұзағынан болсын. Міне біздің өзіміздің ата-бабамыздың, бауырларымыздың терімен келген дүние. Осының берекесін көрейік бәріміз. Осыған атсалысайық. Бұл ұлттық идеяға айналсын. Брендке айналсын. Бүгінгі қолтума жасасын деп
қол көтеріп қояйық. Екіншілікте мына Айдар бауырымызды мынау. Айдар деген ұлтжанды азамат. Мынау оңтүстікте мына Өтеген атамыздың прямой ұрпағы Өтеген батыр. Осыдан 4-5 жыл бұрын 6 автокөлік тігіп, өзі жаңағы осындай үлкен садақа бәйге берген. Міне, осы мына біздің жобаны қолдап, ұлттық өзіміздің қолтума жылқысын қолдап жүрген азаматтың бірден бірегейі. Айналайын Айдар, бәйге құтты болсын. Осындай жігіттер бізге жастарға үлгі болады. Үлгі болады, я. Ел боп, жүк боп, осы деген бәрін көтерейік. Бүкіл еліміздің барлығы өзіміздің қолтума жылқысынан жұмыс беру керек. Қазақ болу, қазақ баласы болу. Рахмет, Қайреке бауырым. Рахмет, Алла риза болсын. Ал, құрметті ағайын, қошеметтеріңіз. Біздің жаңағы Алматының жігіттері жаңағы маған сұрақ қойған орындайға мынау кішкентай қасиетті Миялы деген ауылда мынандай жиын өтіп жатыр дейсің. Біз осында өткізе аламыз ба деп сұрақ қойды. Міне ниет болатындай болса, бұл бәрі жерде осылай өткізілу керек. Құтты болсын мына Қайрекеңнің ісі ұзағынан болсын, жалғасын тапсын. Рахмет. Бәрекелді, ал жігіттер алған жүлделеріңіз құтты болсын. Қайырбек ағамызға күш қуат берсін және көптік келтін табыстайсыздар.